Қайырлы күн, құрметті ауылдастар. Сіздерді Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 30 тамыз Конституция қабылданған күн. 1995 жылы республикалық референдумда мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституциясы күні деп жарияланды. Осы жылдар ішінде еліміздің негізгі заңы саяси тұрақтылық пен ұлтаралық достықтың кепілі болды. Добрый день, дорогие односельчане! Со всей теплотой и сердечностью поздравляем вас с Днем Конституции 30 августа, день принятия Конституции. На республиканском референдуме в 1995 году объявлен государственным праздником Днем Конституции Республики Казахстан. За эти годы основной закон страны стал гарантом политической стабильности и межнациональной дружбы. Қазақстан Республикасының ата заңына арналған салтанатты мерекені ашық деп жариялаймыз. Торжественный праздник, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан, объявляем открытым. Құттықтау сөз кезегі ауылымыздың әкімі Төтебаев Талғат Төлепбергенұлына беріледі. Слово для поздравления предоставляется акиму Набережно-Сельского округа Тутейбаеву Талгату Төлепбергеновичу. Құрметті ауылдастар, кешегі тарихтың тамыралған ертеңгі тарихқа ғұмыр болған Қазақстанның мерейлі мерекесі Конституция күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Азат елдің ар-намысындай болған ата заңымыз қазақтың ұлан байтақ даласының кеңдігінде, елінің ерлігі мен өрлегенде бойына сыйғызады. Сондықтан еліміздің әрбір азаматы Конституцияны елдігіміздің киелі кітабы, қастерлі құжат деп қабылдайды. Біз ортақ тарихы тағдыр біріктірген Қазақстан халқы деп басталатын Конституциядағы осы сөздердің мазмұнында жаңа әділетті қоғам орнатуды арман тұтқан мыңдаған ұрпақтың сан ғасырлық мұраты жатыр. Ата заңымыздың арқасында еліміздің іргесі бекіді, халқымыздың татулығы мен тұрақтылығы нығайды, бейбітшілік пен келісім мен тұрақтылық пен тұтастықтың үлгісін көрсеткен Қазақстан жүздеген ұлт өкілдерінің аяулы атамекеніне айналды. Ең бастысы халықтың әл-ауқаты артып, тұрмысы түзелді. Осының бәрі мемлекет басшысының белгілеген еліміздің саяси бағытының дұрыстығының нәтижесінде ата заңымыздың арқасында болып отыр. Ата заңның қасиеті мен ғибраты ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Қадірлі жерлестер, барша халықтың мерекесі біздің елдігіміздің тұғыры, тәуелсіздігіміздің тірегі, ата заңымыз мәңгілік болсын. Конституция күні құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, бақыт пен табыс, әрбір шаңыраққа құт береке тілеймін. Уважаемые односельчане, поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан. Конституция нашей страны создала все условия для поступательного развития общества.
обеспечение равного права для представителей всех этносов, населяющих нашу страну и представляющих единый народ Казахстана. Благодаря Конституции Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества. На мировой арене нашу страну воспринимают как солидного и предсказуемого делового партнера. Следование Конституции – это основа успешного развития государства и гражданского согласия в обществе. Без уважительного отношения к Конституции и неукоснительного соблюдения ее норм невозможно достичь общественного согласия, порядка, мира и спокойствия, а значит и благополучия будущего нашего Отечества. Наш долг – бережно относиться к Конституции, уважать ее, как уважаем всю страну, всю историю, свои достижения. Дорогие земляки, пусть счастье и благополучие царит в вашей каждой семье и стремление к новым победам во имя процветания нашего Отечества приведет нас к большим успехам. С праздником! Черные годы, степь заснеженную, гнали народы, позади унижения, боль утраты и страхи, и голодных замерзших согревали казахи и делились последней рубахой. Изболевшие души лечили они мудрым словом и молились Иисусу, и молились Аллаху за доброе сердце степного казака. Ты бескрайняя степь нашей Родиной стала, ты щедра своим детям. Земля Казахстана, ты давала кумыс, свой целебный испить. Без тебя мне не петь, без тебя мне не жить. Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман жасыл жайлау көлім менің, бүгінде бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Казахстан елім менің. Моя отчизна в мире всем известна своим гостеприимством и щедрой добротой. Цветы мой Казахстан, моя земля, пусть небо будет вечно чистым над тобой. О, Родина, будь счастлива всегда! Шаттанып күлгенім, мақтанып жүргенім, егемен елімнің жемісі. Ғаламды білгенім, жақсы бір сүргенім, кең байтақ жерімнің жемісі. Қазағым мен басты байлығым, жасай бер асқақтар айбыны. Тәуелсіз қазақтың қызымын, әлия мәжіп тәрізімін, көк туы жайнаған бұлбұлы
Бүршіктің ізімен көп туы жайнаған бұлбұлы сайраған туған етпесін қызыған Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық. Ең алдымен өзімізге, қазақтарға керек деп, көрегенділік пен тұңғыш елбасымыз айтқандай, біз сияқты көп ұлтты мемлекеттің даму болашағының бір көзі Қазақстан халықтарының бірлігі. Қазақстан халқының еліміздің болашағының жарқын, нұрлы болатынына зор сеніммен қараймыз. День Конституции – это праздник всего нашего народа. И, наверное, не случайно этот день выпал на последние дни лета. Каждое время года по-своему прекрасно. Весна кружит голову, лето дарит нам разноцветных трав и лугов, осень – необыкновенную неповторимую музыку листвы. А все вместе создает музыку жизни и любви к родному краю. Қазақ болып мағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Жерде жүріп жылғып өтпей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып мағанда нетерем, өкінішпен өртенерем өтерем. Қасиетті домбыраны қолға алмай, өмірінде әуелетпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақпын, бақыты мен бағына, бар жаныммен қуанса екен бәр қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, дүрей болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынаннан айрылып, екі адамды жатарамай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлы жайын білмей өтерем. Қымыз шұбат қазы қарны құртмайсың, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаныммен қуанса екен бәр қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаныммен қуанса екен бәр қазақ. Біреу болсын қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бері асыл арманы. Ол арман әлем елдермен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасына ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық, мәңгілік елдің іргетасының қаладық. Наш президент сказал: построим будущее вместе, Казахстан вперед. Пусть празднование Дня Конституции всегда придает нам силы и уверенности в достижении поставленных целей во благо нашей отчизны. Мы, казахстанцы, говорим об этом большой гордостью, поем и танцуем об этом от всего сердца. Қымбат маған белдер ай күн қаптаған.
жүрген туған жер. Бұл өмірде шіркін-ау не жетеді, құшағында әкең мен анаң жүрген туған жер. Туған жер өзің дегенде жүрегім әркез елеңдеп, жүзесің билеп барады-ау, жүрегімді сел қағады-ау. Туған жер өзің дегенде жүрегім әркез елеңдеп, жүзесің билеп барады-ау, жүрегімді сел қағады-ау. Сенсіз әнге дамғасан береді мен, жарай мекен сарғана керегіңе туған жер. Сенсіз көрген жарығым суғараңғы, сенсіз көрген қызықтың керегіне туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп, бір сезім билеп барады-ау, жүрегімді сел қағады-ау. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп, бір сезім билеп барады-ау, жүрегімді сел қағады-ау. Мереке құтты болсын, еліміз жасасын. Сіздерге тілейтініміз зор денсаулық, мақсат жолдарыңызда сәттілік, туған жақындарыңыздың жылу сезімі әрқашан сіздерге қуаныштар сыйлай берсін. Желаем в этот праздничный день родной стране процветания и мира, а казахстанцам благополучия в семье, здоровья, удачи и любви. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание.